истигфар ету, Алладан кешірім сұрау. Көбінесе біз кешірім сұрау деген кезде айыпты адам кешірім сұрайды ғой. Бір қылмыс деген, немесе бір үлкен күнә істеген адам ғана кешірім сұрайды ғой дейді. Бұл екі бастан. Кешірім сұрау, қателік жасаған адам, күнә істеген адам кешірім сұрайды. Бірақ менің күнәм жоқ, менің қателігім жоқ деудің өзі де үлкен күнә. Менің күнәм жоқ, менің кемшілігім жоқ ешқандай, мен ешкімнің ала жібін аттаған жоқпын деп тәкаппарлану да күнә. Неге? Себебі кемшіліктен пәк болған ол бір Алла. Алладан басқа ешбіріміз, ешбір жаратылыс кемшіліктен ада емес, қателік жасап қояды. Енді қарайық. Адам алейхиссалам ең бірінші біздің адам атамыздың өзі тыйым салынған дүниені жасап қойды. Хауа анамыз екеуі жәннат бақта өмір сүріп жатыр еді. Барлық нәрсе рұқсат, бірақ тыйым бар. Соның өзін қателесіп соған түсіп қойды. Түсіп қалды, жасап қойды. Ал бүгінгі таңда қараңызшы, оңды солыңызға қараңыз. Қателік жасау мүмкіншілігі өте көп. Әсіресе мынау әлеуметтік желі, мынау спутниковый антенналар шыққан кезде бір қалжың әңгіме бар. Спутник шыққан кезде шайтан үзіліс ала бастады дейді. Сенсор шыққаннан кейін шайтан отпускаға шықты дейді. Неліктен? Себебі бүгінгі таңда баламыздың қолымызда әрқайсысында мынау сенсор телефон. Оның ішіне сіз қадағалап үлгермейсіз. Неге кіріп жатыр? Басқа бір мағлұмат қараймын деп ашсаңыз, жанында рекламалар шығып тұрады. Адам баласы көзімен де зина жасап, қате кемшілік істеп қою бүгінгі таңда екі бастан. Мейлі көшеге шыққанда жан-жаққа қарамай тырысып ақ жүрерсің, бірақ қалтаңда тұрған мына төрт бұрышты дүниенің өзімен ақ адам баласы көптеген қателіктерге жол беріп қойып жатыр. Өзіңнің кім екендігіңді білгің келсе, елдің алдына шыққан кездегі жарты сағатыңа емес, немесе азынан кешке дейінгі елдің алдында жүрген кездегі өзіңді қайтып ұстауың емес, шынайы өзіңді сынап өзіңді білгің келсе, кім екеніңді. Бүгінгі таңдағы сынақтардың бірі міне осы сенсордың алдында, ноутбуктың алдында, компьютердің алдында, телевизордың алдында өз-өзіңе қара. Жеке қалған кезде, ешкім жоқ кезде сен не ақтарасың, не қарайсың, демек сен солсың. Кісі өзгенің алдында барынша әдемі көрініп жүре алады, бірақ өзімен өз жеке қалған кезде не үшін түнгі тәһәжжүдтер қиын? Біреудің алдында құлшылық еткен кезде рия араласып кетуі әбден мүмкін. Тәһәжжүдте ешқандай рия араласпайды. Ықыласты амалдар оңайға соқпайды. Біздер мақталғанды қалаймыз, өзгенің ескерсе екен, қараса екен деген дүниені қатты қалаймыз. Сол үшін ондай амалдарда адам баласы іс-әрекет жасау көп қиыншылыққа соқпайды. Себебі ол амалдарда біреудің мақталуы, біреудің ескерілуі деген дүние жүреді, араласады. Алла сақтасын. Бұл да үлкен күнә. Пайғамбар алейхиссалату вассалам үмметінен қатты қорыққаны осы риядан қорыққан. Үлкен күнә жасап, үлкен ширкке түсіп кетеді деп мен қорықпаймын дейді, бірақ кішігірім ширкке түсіп қалама деп мен қорқамын дейді. Ол кішігірім ширк осы рия. Пайғамбар алейхиссалату вассалам өзін сізбен бізге мысал етеді. Мен күніне 70-тен астам истигфар етіп тәубе етемін дейді. Қараңыз. Не үшін өзін мысал қылып келтіріп жатыр? Себебі сізбен бізге мәлім, пайғамбарлар маасум, күнәдан ада, күнәдан пәк. Біздің пайғамбар алейхиссалату вассалам тіпті пайғамбарлыққа дейін де бір қате кемшілік жасауға тырысқан кезінде де, яғни сол уақытта үрдіс болып қалыптасып қалған нәрселерді жасаймын деген кезде де Аллах Тағала қоршап отырған. Ұйықтатып қойған,
тағысын тағы, яғни солардан қоршаған Аллах Тағала. Пайғамбар алейхиссалату вассалам қателіктен барынша Аллах Тағала тазартып отырған. Жүрегіміздегі жаңағы шайтанның несібесі болған қанның өзін тазартып тастаған. Не үшін? Шайтан азғырмасын деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сөйте тұра, мен күніне 70-тен астам истиғфар етіп, тәубе етем дейді. Бір хадисінде 100 дейді. Ал енді әрқайсымыз өзімізге есеп берейік. Күніне 100 рет истиғфар етіп отырмыз ба? Әйтеуір әр намаздан кейін екі жаққа сәлем берген кезде астағфирулла, астағфирулла деп 3 рет айтамыз әйтеуір. Ол да болса, әптен мынау тілге жаттығып қалған, автомат түрде өзі айтыла береді. Бір шынайы жүрекпен де айтып тұрған жоқпыз. Бірақ құрбаның кетейін, Аллах Тағала ол истиғфарымызды қабыл етеді ғой. Муса алейхиссаламның заманында жаңбыр жаумай қалады. Жаңбыр жаумайды. Барлығы жұрт бала шағасымен шығып, Алладан жаңбыр сұрайды. Истисқа дұғасы. Муса алейхиссалам заманында сөйтіп барлығы дұға сұрайды. Сөйтсе Аллах Тағала айтады, араларыңда бір бағи бар. Біле тұра қарсылық істейді. Маған қарсы келеді. Сол кетпейінше мен жаңбыр бермеймін дейді. Муса алейхиссалам айтады, арамызда біреу бар екен. Біледі күнәсін, әдейі қасарысып, ерегісіп, Құдайға қарсы келеді. Тәубе етпейді. Сол арадан шықпайынша жаңбыр бермейді Құдай Тағала дейді. Арадан көп уақыт өтпей жаңбыр жауа бастайды. Ей Муса, бұл қалай болды? Сен жаңағына басқаша айтқан ең. Я Рабби, әлі арамыздан ешкім шыққан жоқ қой. Бұл қалай болды деп Муса алейхиссалам сұрайды. Сөйтсе, ей Муса, араларыңдағы жаңағы истиғфар ет, тәубе етті дейді. Бірақ тәубесі, я Алла, мен қазір мына жерден шығатын болсам, бәрі осы екен ғой деп мен ұятқа қалам. Мен ұятқа қалам. Жаңбырды бере көрш, мені ұятқа қалдырмаш деп жаңбыр сұрайды. Яғни өзінің ұялып қалмауы үшін шынайы бір өкінішке толы болып тұрып истиғфарда етпейді. Өзі ұялып қалмас үшін Құдайға жалбарынады. Аллах Тағала ондайларды тастамайды. Оригинал тәубе емес бүйтіп қарасаңыз. Абыройын, арын сақтау үшін. Бірақ Аллах Тағала оны да тастамайды, оны да дұғасын қабыл етіп, арын сақтаған екен. Кір болып кеткен жейдемізді жуу үшін бір шелек су керек болатын болса, лас болып кеткен дәптерімізді жуу үшін бір тамшы жас Алла үшін беріңіз, Құдай Тағала тазалап береді.